Қамбар батыр. Аң қуып күні бойы ат арқасында жүргенде Қамбар ауылын ешқашан ойынан шығармайтын. Қай үйдегі қарияға қандай қыстың еті лайық екенін де есептей жүретін. Аңның қызығына түсіп, бірер күн бөгеліп қалса, ол ауылын сағынып, оның төбесін көргенше асығатын. Әрдайым аңға кетіп бара жатқанда, ол көңіліме көшіріп алайын дегендей артына бұрылып ауылына қарайтын. Сол әдеті бойынша Қамбар бұл жолы да кері қайырылып кейінге көз салды. Бұрын оған әр үйдің төбесінде ұсақ-ұсақ қыл жалаулар көтерген жауға шабар жауынгердей танылушы еді. Әр үйдің аспанында қасқыр, түлкі, қарсақ терлері де көлеңдейтін. Бұл жолы бұрынғы ұсақ жалаулар ортасында әлде бір етекті үлкен ұлы ту орнағандай боп көрінді. Батырлықтың байтақ туындай болып тайлақ табан жолбарыстың жас терісі Әлімбай үйінің төбесінде ырғала жайқалып тұрды. Қамбар ауылының осы көрінісін көкірегіне түйіп алды да, қыздай жымиып мойнын ілгері бұрды. Оған қауымға, халыққа осылай қызмет етуден артық рахат жоқтай көрінді. 60 үйлі арғын мен 90 үйлі тобырдың қамы үшін енді ол арыстанмен де, аюмен де алысуға әзір. Жолында қандай пәле кездессе де күресуге даяр еді. Осы оймен жаны қанаттанған жас батыр тақымын сәл қысып қалды да, «Шу жануар» деді. Қара қасқа тұлпардың нардай денесін қалай лып еткізіп тез қозғап, тастан секірген еліктей созыла самғап бергені сезілмей де қалды. Көз ұшында түк тұрған орман, тоғай, лезде кейін қарай жапырылып, жолдағы күміс көлдер лықсый төңкеріліп қалып жатты. Шалғыны белуардан келетін кең дала толқыны толассыз тулаған көк теңіздің бетіне ұқсады. Жер жасыл бояулы жібек, жіп иірген үлкен ұршықтай дөңгеленді. Қара қасқа жүйткіп келе жатқан жылқы емес, жер бауырлай самғап келе жатқан ақ тұмсық алып қыранға ұқсады. Қамбар өзін сол қыран құстың қанатында қалықтаған ғажайып батырдай сезінді. Ол қолындағы қаршығаны қанатынан емірене сипады. Содан соң бұрылып артына бір қарап қойды. Соңында Құмай тазы келе жатты. Құмай тазы жайшылықта осылай құлақтары делеңдеп қара қасқы аттың соңынан салады да отырады. Бұл оның үйреншікті әдеті. Тек Қамбардың қиқулаған даусын естігенде ғана атқан оқтай зымырап қара қасқаның алдына шығады. Иесі нұсқаған аңды көрген кезде Құмай илеуі жеткен қамыстай бүктетіліп, көз ілестірмей құлдырап жөнеледі. Құмай алға шыққаннан кейін қара қасқа жануар аузын арандай ашып қарыштайды келіп. Тұлпардың төрт тұяғынан шыққан түтін көлденеңнен қараған жұртқа қалың өрт қаптап келе жатқандай боп көрінер еді. Өзі қара қасқа тұлпардың қанатында қалықтап, алдында оқтай зымырап, оттай алаулап, қызыл Құмай жүйткігенде Қамбардың көзінен бұрқ етіп жас шығатын. Жүйріктің самғауын көргенде ол үнемі осындай күйге енетін. Осылай құмарын тарқата біраз жүйткіп алған Қамбар әлден уақытта атының басын тежеді. Ну көлін жағалай отырған әр үйі ақ жұмыртқадай қалың ауылдардың төбесі көрінді. Ауыл маңындағы шұбырған малдың ізіне көзі түсті. Күн көтеріліп, ыстық жерге жайылып қалған кез еді. Ат екпінінен соққан ыстық аңызақтан Қамбардың таңдайы кеуіп, шөлдегені білінді. Шұбырған мал ізін, самсаған ақ үйлердің төбесінен көргенде ол еріксіз тамсанып қалды. Әлде ауылға қарай бұрылып, қымыз іше кетсем бе екен деп ойлады. Осы кезде
Сен кімсің? Бұл сен түсетін ауыл емес, аулақ кет, дегендей, бай ауылының төбеттері маңқылдай үріп, батырдың алдынан шықты. Қара қасқа аттың соңында бүлкілдеп келе жатқан қызыл қумай тазыны көргенде, ауылдың бар иті аттан салып, соған қарай жүгірісті. Бірақ олар қанша шабаланып, өршеленіп, құйрықтарын қақитып келгенімен, тебінгі құлақ, жолбарыс бас, бота тірсек, құлын мүсін қумай тазыға бата алмады. Қызыл қумай оларға айбат та көрсеткен жоқ. Ит ішіндегі арыстандай маңқиып, қара қасқа аттың тұяғы тиген жерді анда-санда бір иіскеп қойып, күміс қарғысы сылдыр қағып, қалың төбетті қақ жарып, қаперсіз өте берді. Қамбардың көз алдына тарғақтың жұмыртқасындай шұбар ала, шұрық-шұрық киізді өз ауылы елестеді. Ол ауылдың маңынан мынадай үйірлі қасқырдай жалақтаған ит тұрғай, шәуілдеген күшіктің үні естілмес еді. Кедейлік деген қалың тордың шырмауында жатқан қайран елдің еңсесі, көтерілер күн туар ма деп қамыға күрсінді ол. Осыны ойлағанда, қамбардың тұлпар екпінімен лепіріп келе жатқан көңілі су сепкендей басылып қалды. Бір жұтым қымыз тілеп, ақ үйге несіне түсемін? Кедейдің сусыны көл емес пе? Нәрді нудан татармын деп бекінді. Содан соң қаршығасын қайтадан білегіне қондырып, қара қасқа тұлпарды алшаңдата аяңдатып, жағалай құлын байлаған Әзімбай ауылының көл жақ шетінен қырындай өтіп бара жатты. Өзінің жігіт таңдау тойы өткеннен бері Назым қатты көңілсіз еді. Күндіз күлкі, түнде ұйқыдан қалды. Қалың қазақтың ноғайлысы мен өзбегінен өзіне лайық тең таппағандықтан емес, сыртынан сүйген қамбарын көре алмағанына күйінішті болатын. Жатса, тұрса соны ойлап, бір көрсем, жүздессем, тілдессем деп арман ететін. Көп ойланғандықтан болар, бір жолы ол қамбарды түсінде көрді. Келісті келген кемеңгер ойлы азамат екен дейді. Тасыр тұсыр қағып, өңмеңдейтін өзге жігіттердей емес, қыздай зиятты қылық танытып, жымиып қана басы еді. Сағындым ғой қамбар, дейді Назым оған еркелеп. Тұрмыс солай болса, сағынышқа не шара, дейді қамбар мұңайып. Өстіп, екеуі біріне бірі қол созып жақындай түседі. Екеуінің саусақтары біріне бірі енді тие бергенде, аяқ астынан арс етіп бір алып жолбарыс шыға келеді де қамбармен алыса кетеді. Түсінің осы тұсында Назым шошып оянды. Оянса да өксігін баса алмай көп жылады. Есіл ер аман бекен, әлде бірдеңеге ұрынып қалды ма деп қауіптенді. Содан кейін қамбар жолбарыс соғыпты деп дүңкілдеген анадағы хабар есіне түсіп, түсіме кіріп жүрген жолбарыспен сондағы алысқаны шығар деп қайтадан қуанды. Асыл ару бүгінгі түні де шала ұйқымен өткізді. Таң атқаннан бері жүрегі тағы аузына тығылып мазасы кетті. Оның осылай өрши соққан өз жүрегінің дүрсілі қара қасқа тұлпардың дүбірімен ұласқан еді. Осы кезде әр үйдің тұсынан үре жүгірген иттердің дыбысы естілді. Ақ орданың оң жағындағы өз төсегінің алдында кесте тігіп отырған Назым елеңдеп, басын көтеріп алғанда, есіктен кіріп, төрге сәлем етіп жатқан жас жеңгелерінің бірін көрді. «О не?» деді Назым мұңды сабырмен жеңгесіне үңіле қарап. «Жай, сенен кешегі кестенің аяғын үйренейін деп едім. Иттер неге үріп жатыр? Қара қасқа ат мінген бір жолаушы кетіп бара жатыр. Иттер соған дүрлігіп жүр». Назым орнынан қалай атып тұрғанын білмей де қалды. Бірден есікке қарай ұмтылды.
Атлас көйлегі сусылдап, алтын шашпауы сылдырап, белі шыбықтай бұралып, асыға басқан ару, көк арбаның қасына келгенде, Қамбар да ақ ордамен қатарласа берген еді. Назымның жанды еріте жарқ еткен ақ жүзін көрсе де, көрмеген болды. Атының басын бұрмады. Арудың жаны ах ұрды. Ақыл есін алған ғашығы қасынан өткенде көре алмай қалғанына қайғырды. Бетке бет көрсетіп, көзге көз қадап, бір ауыз тіл қатыса алмағанына өкінді. Қызы бар, қымызы бар ауылға сарша тамыз ыстықта қас батырдың қайырылмай кеткеніне және қапаланды. Екі беті алаулап, екі шеке солқылдап қоя берді. Дүңкілдете жер басқан қара қасқа аттың дүбірі мен қызыл тазының мойнындағы күміс қарғының сылдыры ғана құлағында қалып қойды. Назым аяғын ілбіп басып ордаға қайта кірді. Сұңқардай көзі сүзіліп кеп, шар айнаны алдына қойды. Алғашқыда ол, әлде ақ жүзімнен нұр тайып, ақша бетім қарайып қалды ма? Қамбар сондықтан қарамай кетті ме? Деп ойлаған еді. Ақ дидары алаулаған қалпында екен. Тек қана көңілі бұзылғандықтан жанарына жас іркіліпті. Дөп дөңгелек бота көздің шарасына толған ғашықтық жасын торғын орамалдың ұшымен құрғатты да Назым ойға батты. Ойлап келеп, Назымның Қамбарды атақпен, айдынмен жеңе алмасына көзі жетті. Оны айламен емес, ақылмен, байлықпен емес, батылдықпен алуым керек деп түйді. Өжет қыз өз бақыты үшін күресуге бел байлады. Жақын жеңгесін жұмсап, орда аулындағы жас әйелдерді жанына тегіс жинап алды. Оларға маған қайтсеңдер де түс қайтуға жеткізбей, бір-бір ұршық жібек жіп иіріп беріңдер, деп өтінді. 30 әйел отыра қалып жібек түтіп шүйке созды. Содан соң тегіс орындарынан тұрып, ұршықтарын қолына алды. 30 ұршық ырғалып, жарыса зымырай кеп жөнелді. Ұршықтардан қалыспай, әйелдер аузынан әңгімеде ақтарылып жатты. Жіп иіріп болғаннан кейін, әйелдер әндете жүріп өрмек жүгіртті. Біріне бірі қақтығып, кейде олар бөгеліп те қалысады. Ондай сәттерде Назымның тағаты қалмайды. Жеңгелерін тездетіңдер деп жүдірліктіреді. Қамбардың қайтар кезінен кеш қалмауға асығады. Бірақ жіптің ұшығын ұстап, үзігін жалғағаннан кейін жас ботадай ойнақтаған жас әйелдер нудың бойын күміс күлкіге толтырып, қайтадан дүбірлете жөнеліседі. Өстіп жүріп олар орданың іргесінен көлдің шетіне дейін өрмек тартты. 4 бұрышына мықтап, 4 қазық қақты. Содан соң жеңгелері Назымға: «Ал, осымен риза бол, баламыз жылап қалған шығар, қайтайық», деп өз отауларына тарасты. Жібек желінің қақ ортасына адырғысын орнатып, тақтай қылышын қолға алып, Назым өрмекке мінді. Қасына күміс піспекті құлын саба қойдырып, сырлы тегене мен сырғалы ожау алдырды. Ешкімнің ерні тимеген алтын әшекейлі әсем тостақ пен шараны жанына және әкелдірді. Шөлдеп қайтқан Қамбардың таңдайын бал татыған сары қымызбен жібітпек болды. Әзірлік бітіп, әбден көңілі жайланғаннан кейін, Назым сүйрік саусақтары жібек жіптер арасында судан секірген ақ қайрандай жарқырап, сыпылдатып, өрмекті тоқи бастады. Үйреншікті өнер шеберді тез еліктіріп, баурап әкетті. Әлден уақытта Назым тұлпар тұяғының дүбірін естіді. Онсыз да лүпілдеп отырған жүрегі дүрсілдеп қоя берді. Буын-буынынан әл кетіп, өне бойын ауру буғандай әлсіреп бара жатқанын байқады. Орнымнан тұрайын, ел құрметтеген батырдың еңсесін көтеріп тәжім етейін деп ойлап еді, қозғала алмады. Қамбар қасыма келіп үн қатар: «Сонда тұрармын», деп тоқтады.
қанжыға құйысқан өмілдірік, ердің алдыңғы артқы екі қасы, екі таралығы, салақтаған қаз, үйрек, тырна, дуадаққа толы қамбар көңілді еді. Көл бетінен қаз бен үйректі қынадай қырған көк қаршыға да далада қонып отырған дуадақ пен тырнаға қарай қатар самғап, олар орнынан көтерілгенше, бірі есіктей кеудемен қағып, бірі қылыштай тісімен тістелеп, сан құсты құлатқан қара қасқа тұлпар мен қызыл қумай да көңілді болатын. Тоқтыдай бір дуадақты қамбар ат үстінен және қағып алған. Аш, арық ауылға апара жатқан мұншама мол олжа қамбарды қуанбас еркіне қоймағандай еді. Осылай көңілді келе жатқан қамбардың қарсы алдынан әлдебір хош иістің лебі келгендей болды. Оны алдымен қумай сезді. Қара қасқа аттың алдын шолып, бүлкектеп келе жатқан тазы бір кезде тұмсығын көтеріп тоқтай қалды. Ауаны иіскеп тұрды да, жұпар иісті жаратпағандай пысқырып, тұмсығын шөпке үйкеледі. Қызыл қумай бұл иістің әлсіз лебін бағана жолдақ боз ауылдың қалың иттің арасынан қақ жарып өтіп бара жатқанда аңғарған еді. Бұрын өз танауы ешқашан сезбеген бұл жат иіс бағанағыдан әлде қайда күшейіп, қумайдың қолқасын жарып жібере жаздағандай болды. Сұлудың сәлеміндей боп жеткен хош иіс қамбарды бірден елең еткізді. Дереу мойнын созып, алға көл шетіндегі ауылға көз тастады. Ақ орданың іргесінен көл жиегіне дейін өрмек тартылып, қақ ортада бір еңкейіп, бір шалқая түсіп, өрмек тоқып отырған қызды көрді. Қамбар оның Назым екенін бірден білді. Содан соң ол әлі де пысқырып әлек болып келе жатқан тазы итіне қарап, біздің қызыл қумай қаз иісі болмаса, қыз иісін ұнатпайды, деп күліп жіберді. Маған бірдеңе дедің бе? Дегендей қара қасқа ат басын елең етіп көтеріп алып, қамыстай құлағын қайшылап қойды. Иесінен әмір күтіп, ентелей аяңдады. Егер қамбардан белгі болса, қара қасқа құс болып самғауға әзір еді. Бірақ қамбар атының басын сәл тежеп ойланып қалды. Назым сұлудың атағын қамбар да естіп, бір көруді арман ететін, көрмеуге және тырысатын. Сөйтіп жүргенде сұлудың ауылының қасынан бүгін қалай өткенін өзі де аңғармай қалды. Дала кең, көл көп, құс мол, аң жеткілікті болса да, оны әлдебір құдіретті күш осылай қарай еріксіз жетелегендей болды. Бұрын қара қасқа аттың маңдайын бұлай қарай өмірі бұрған емес еді. Бұра қалса қайтадан басқа жаққа қарай бағыттайтын. Енді міне, даңқы жалпақ далаға жайылған сұлудың ауылы ғана емес, нақ өзімен қалай беттескенін білмей де қалды. Қызға кім қызықпайды? Сұлудың жүзі кімді тартпайды? Батырдың да, барымташының да, балуанның да, бағыланның да таудан, тастан қайтпаған жүрегі осы қызды көргенде бір дір етпей қалмас еді. Сол жалғыз дірілден жан тәнінің билеген жаңаша бір күй тарайды. Ол күй біреуге құмарлық боп құйылады, біреуге ғашықтық боп жабысады. Назымның жүзін анық көрмей, ту сыртынан, қырынан көзі бір түскеннің өзіндақ қамбардың өне бойын әлдебір тәтті діріл аралап өткендей болды. Оған Назым тек өрмек тоқып отырған сияқты ғана емес, қос жүректің арасына махаббаттың асыл жібін тартып, соны қолымен өрнектеп отырғандай болып көрінді. Денедегі діріл күшейген сайын қамбардың дегбірі кетті. Қызбен тоқтай қалып тілдескісі келді. Тілдессем бөгеліп қаламын-ау деп және қорықты. Бүгін кешке ауылдың кәрі жасына
құстың жас сорпасын ішкізіп, жан шақыртамын деген іштей уәдесі бар еді. Әр үйдің төбесіне тері жалау қадаған кедей ауыл қазір екі көздері төрт болып, қамбарды күтіп, соның амандығын тілеп отыр. Ендеше ауыл аш отырғанда қамбардың қызға қырындап босқа бөгелуінің қажеті жоқ. Осы оймен өрмекке келіп тірелген қамбар тақымын қалай қысып қалғанын өзі де аңғармады. Қара қасқа тұлпар, бәләй, бұл бұйрығыңды ертерек неге сездірмедің? Дегендей, сәл бөгеліп барып, жардай денесін жолбарыстай етіп жиып алып, аспанға бірақ атылды да, кеңдігі 4 кездей өрмектің ар жағына барып, қара құйындай шаншылып дік ете түсті. Бір жақ бүйірінен анық естіліп тұрған қара қасқа аттың дүбірі кенет үзіліп кетіп, сәлден соң екінші жақ бүйірінен дүрс ете қалғанда, Назым сел кетіп барып, орнынан атып тұрды. Тұра сала, жалтақтап, жан жағына қарап еді, оң жағымнан келеді деп күтіп отырған қамбардың сол жағында кетіп бара жатқанын бірақ көрді. Қыз Назым ашу ызаға булығып, құп-қу боп асаутайдай тулады. Қамбардың тоқтамай өтіп кеткеніне қапаланып, өрмекті тепкіледі. Содан соң оны қолындағы тақтай қылышпен салып жіберіп, «Адырағал сен өрмек!» деп жіптерін бырт-бырт үзді. Оны көрген жеңгелері «Не болды шырағым?» деп үкідей ұшып, Назымның қасына қарай жүгірді. Шидедей ернін тістелеп, басын шайқап тұрған Назым, жеңгелері жанына жеткенше тез ашуын басты да, «Ау, ер жігіт, тоқтай тұр!» деп қол бұлғап, қамбардың артынан дауыстады. Қамбар атының басын тежеп, қызға қарай бұрылды. Қол бұлғап қыз шақырғанға қайрылмай кеткенім көргенсіздік болар деп ойлады ол. Ат үстінен кеудесін басып, қызға бас иді де, Қамбар қара қасқаны көлденеңдетіп тұрып, Назымның лебізін тыңдады. Қамбар бас игеннен кейін Назым тізесін бөгіп сәлем жасады. Қыз басындағы оқалы құндыз бөріктің шоқпардай үкісі қоса бұлғақтап, жігіттің жүрегін қытықтағандай болды. «Жаңылмасам, хан сүйікті Қамбар сен боларсың» деп тоқтаттым құрбым, «айыпқа бұйырмассың». Осылай деп Назым Қамбарға күлімсірей қарады. Қамбар да жымиып бас изеді. Ханнан туып, қарашаға айналған Қамбар мен болсам, елдің ақ жүзді аруы Назым сұлу сен боларсың деп бұрылдым бикеш. Айыптың арқаны асығыс жүрген менің мойнымда. Ендеше сол арқанның ұшынан ұстап тұрып, айтар арызым бар саған. Атың сусап, өзің шөлдеп келе жатқанның көрініп тұр. Үйге түс, сусын іш, қадірлі қонағым бол. Алдымен айтарым, астан үлкен адам жоқ, қымыздан күшті тағам жоқ, деген. Ернеуіне ешкімнің ерні тимеген алтын тостаққа құйылар кәусар қымыз бар. Соны ішіп, шөліңді бас. Одан соң жұрт маған сұлу деп сұқтанады. Бірақ сүйгеніңді таппасаң, сұлулықтан не пайда? Бір кеш біздің ауылда болып, айтар арызымды тыңда құрбым. Осылай деп Назым жеңгесі сырғалы ожаумен күлімдей сапырып алтын тостаққа құйған құнан қымызды қос қолдай ұстап Қамбарға ұсынды. Күні бойы құс қуып, қаңырығы түтеп, қатты шөлдеген жігіт қыз ұсынған қымызды басына бір-ақ көтерді. Ал бір тостаған қымыз батырдың жұмырына жұқ болмағандай еді. Таңдайын үйірген тәтті қымызды тамағы тағы тілегендей болып, 2-3 рет тамсанып қалды. Осы сәтті абайлап тұрған қыз жігітке жымия қарап, бос тостағанға қолын созды.
оны жеңгесіне қайтарып беріп жатып, енді екінші ыдысқа құй дегендей ишара жасады. Жақсының түбі дара болар, тостақтың түбі шара болар, құрбым. Дәмін татқан тәттіден тоя сімірсе ғана адамның мейірі қанар, деп Назым енді алтын шараға шөпілдете құйылған қымызды Қамбарға қайта ұсынды. Қамбар оны да сіміріп салды. Батыр көмейі бүлкілдеп қымыз жұтып жатқанда, Назым сол сусынды өзі қосыла сіміргендей қуанып тұрды. «Рахмет», деді Қамбар, бұрқ етіп маңдайынан шыққан терді білегінің сыртымен сүртіп жатып. «Ас болсын», деді Назым, батырдың қолынан бос шараны қайтып алып. Енді ол үнсіз сызылып екінші сауалының жауабын күтті. Аш өзекке ішкен тәтті қымыз бірден буынына түсіп қыздыра бастағаннан ба, әлде Назым сыр жасырмай өзін тең тұта сөйлегендіктен бе, Қамбар өзінің шөліркеп келіп сусын ішкені сияқты лақ еткізіп бар шынын бір-ақ ақтарды. Бір ұядан жалғыз бала екенін, Құдай өзіне кедейлік деген залымды жолдас қылғанын, осы жолдасы аш бөрідей жалақтап жанын қинайтынын айтты. Астындағы қара аттан бөлек малын ағайынға бөліп бергенін, ұрлық қылу қолынан келмейтінін, сондағы үйдегі екі кәрі ата-анасын құс етін беріп бағатынын білдірді. Жалғыз ата-анасы ғана емес, 60 үйлі арғын мен 90 үйлі тобырға да назар салып, қабатына алатынын, оларға сорпа, су жеткізуге асығып бара жатқанын ескертіп, «Ішім түтін, сыртым бүтін, осындай жайым бар. Замандас құрбы болғандықтан және сені халықтың дана қызы деп шын зарымды айтып тұрмын, айыпқа бұйырма», деді. Сәл бөгелді де Қамбар сөзін қайтадан жалғады. «Сүйгеніңді таппасаң, сұлулықтан не пайда дедің жаңа. Ел іші ер жігіттің көлі емес пе? Таңдағаныңды табарсың. Мен саған тілектеспін, құрбым». «Тілектес болсаң, таңдауыма неге келмедің?» деді қыз наздана. «Әлде естімеп пе едің?» Қамбар басын шайқады да сәл езу тартты. «Естідім, Назым, бірақ ести тұра әдейі келмедім». «Неге?» «Сені қинауға қимағандықтан». «Қалайша?» «Екеуміз кездессек, бір-бірімізді шын махаббатпен сүйерміз деп ойладым. Махаббат екі жастың бірін-бірі жан-тәнімен сүйуі, сол сүйгенімен қымбат сүйікті жоқ деп білуі ғой. Егер Назым таңдауын маған салса, артынан біреу 47-ні 40-қа матап беріп, оны алып кетсе, екеуміз де құса болармыз. Өмір бойы өкінішпен өтерміз, не біріміз мерт болармыз», дедім. «Өзімнің емес, сенің қиналмауыңды көздедім. Содан кейін сенің таңдау тойың болатын күні қара қасқаға ер салдым да, аң аулаған болып, басым ауған жаққа қарай жүріп кеттім. Көк қаршығам да, қумай тазым да үйде қалған еді. Байларды шалқар көл, кедейді құла шөл қылған тағдырға қапаланып, кеудемді ыза кернеп, кең даланы кезіп келе жатып, жолбарыспен жұлқыстым. Сол күні кешке тойдан қайтқан елден сенің ешкімді таңдамағаныңды естідім. Жұрт мен соққан жолбарысқа таңданысып жатты, ал мен сенің мұншама қалың елден ешкімді қаламағаныңа ғажаптандым. Сол жолы сенің атыңды елден анық естідім, Қамбар. Жұртқа тұлға боларлық бөтен туған бала сол, деп жария етті 100 жасаған қария. Осыдан кейін ел тілеген ердің тілеуін мен де тіледім. Сені бір көрсем деп армандадым. Артынан сенің жолбарыспен алысқан хабарыңды естігенде жаным мұрнымның ұшына келді. Өзі аман бекен, деп жеңгемді жұлқылай беріппін. Алғаш естігенде Қамбар атың жүрегіме ұшқын болып түсіп еді. Енді өзіңді көріп,
Өзегіме өрт түскендей күйдемін. 12 баулы өзбекте, 10 сан ру ноғайда, ұлан асыр қазақта, менен асқан қыз бар болар, сенен асқан жігіт те бар шығар. Мен сені кедей деп кемсітпеймін. Кемітпек тұрғай, 1000 қойлы байдың баласын басқан ізіңе де алмаймын. Ақыл ойым, өнерім, өз мүлкің. Қол тимеген ақ төсім, адал жайлауың болсын, дер едім. Пейілім осы бекзатым. Бұдан артық не дейін? 60 үйлі арғының бізден қашық жер емес, асықпасаң да жетесің. Ендігісін өзің біл. Осылай деп Назым сөзін тоқтатты. Ақ бетінің ұшы алмадай қызарып, үнсіз бөгелді. Тілге тілек жалғасып, жүрек лүпілі, жанды жалындай лаулатып, 2 жас едәуір тұрып қалған еді. Бұл кезде шілденің шыжыған күні батысқа қарай еңкейіп, ыстық қайтты. Көлеңке ұзарып, алақайлап алғашқы самал жел дала төсінде ойнақтады. Қырда көкорай тербеліп, ойда отау. Ордалардың күндіз ыстықтан қорқып, тұмшалап қойған түндіктері ашылды. Іргеден жан жадыратқан жібектей жұмсақ, қымыздай тәтті қоңыр леп соқты. Сол сәтте күннен тығылып, көлеңкелеп жатқан ауыл адамдары андыздай өріп, ақ боз үйлердің алдына шықты. Солардың бірі Әзімбайдың үлкен ұлы Қабыршақ еді. Қапырық киіз үйден атып шыққан Қабыршақ салқын самалға төсін төсеп, іннен шыққан саршұнақтай қалқиып тұра қалды. Жаны рақат тапқан соң сарғыш сақалын сүйсіне сипады. Бір кезде ол ауыл сыртында тұрған бір аттылы, бір жаяуды көрді де, көзін жыпылықтатып, қайта-қайта соларға қарады. Үкісі бұлғақтаған оқалы бөрік, қос етек көйлекті қыздың қарындасы Назым, көлденең тұрған қара қасқа аттың үстіндегі Қамбар екенін танығанда, ол өзінің шіңкілдек даусымен «Аттан! Аттан!» деп баж ете түсті. Содан соң 2 білегін сыбанып, Қамбарға қарай жүгірді де, лезде кері бұрылып, аттандап жүріп, інілерінің үйін қамшымен бір-бір осып өтті. «Қайдасың, Қараз, Дараз, Алшораз, қайдасың ойбай, қарымсақ пен сарымсақ!» деп жер-көкті басына көтерді. Қараз бен Дараз, қарымсақ пен сарымсақ төртеуі аптығып дереу ағасының қасына келді. Қабыршақ оларға Қамбарды нұсқап, бұрынғыдан бетер айғай салды. «Көрдіңдер ме, ойбай, анау жалаң аяқ жарлыны? Кімді қорлайды бұл қу кедей, тал түсте қызымызға қырындап? Бар, семсерлеріңді алыңдар да сеспей қатырыңдар бұл қу жалғызды!» деп бұйырды. Інілері қару жарақтарын асынып, қайтадан Қабыршақтың қасына келді. Ауыл дүрлігіп, олардың маңына тегіс жиналып қалды. 5 тентек аталған Әзімбайдың 5 ұлы Қабыршақ, Қараз, Дараз, Қарымсақ, Сарымсақ 5-еуі апыл-құпыл аттарына қона бастады. «Айттым ғой, Назым», деді Қамбар, ауылдың айғай шуына елегізіп атының басын тежеп. «Сен маған тиемін дегенмен, ағаларың бермейді деп айтқаным келді емес пе? Оларды тоқтататын кісілер бар ғой», деді Назым, ағаларының қылығына қысылып. Осы кезде Алшы Ораз ағаларының қасына келді. «Тоқтаңдар», деді ол ереулеген туыстарына басу айтып. «Қайратты туған ер ғой, Қамбардың көңілін қалдырмайық, күндердің күнінде керегі болар». «Тоқтамаймыз», деді кіжініп Қабыршақ. «Тумай кеткір, былай тұр жолымнан. Қамбардың бізге ешқашанда керегі жоқ», деді Қарымсақ тепсініп. «Жалғыз атты кедей кімге керек?» «Құртамыз», деді Қараз. «Өлтіреміз», деді Дараз. «Ағалар, ағатайлар», деді Алшораз,
Оларды аттарының шаужайынан алып, жалынып, малым көп деп мастанбаңдар. Көп малды жалмайтын жұт, шетінен тиіп әкетер жасанған жау бар. Бір жұттан соң, бір шапқыннан кейін-ақ кедей боп қалу қиын емес. Ел шетіне жау келіп, екіталай күн туса, қамбар сендерге сонда пана болады, ағалар. Қарындасың батырдың білегінен ұстаса, өзі де кем болмас, өзгені де қор етпес. Ойбайлап орға шапқанша, осыны ойлаңдар, туыстар. Ал Шораздың бұл сөзіне ағалары ойланып қалды. Солай екен-ау, жөні осы. Азулы арыстанды өшіктірсек, арты өкініш болар. Назымның да көңіліне қаю салмайық, десті. Осылай деп, олар үйді-үйіне тарқасты. Назым ағаларының тыныштанғанына қуанды. Қамбар қара қасқа аттың басын елге қарай бұрып, жүйітке жөнелді. Ұзап бара жатқан тұлпардың дүбірі Әзімбай ауылының әр үйінің астынан дүңк етіп білініп тұрды. Ел құлағы елу деген, қазақ елінің Назым сұлуына өзіне лайық жар таңдап жатыр екен. Әзір ешкімді ұнатпапты деген хабар көршілес Қалмақ елінің ханы Қараманның да құлағына жетті. Назымның сұлулығына Қалмақ ханы сырттай қанық еді. Бұл хабарды естігеннен кейін оның да көңілі алабұрта бастады. Назым сұлу қазақтан тең таппаса, оның теңі менмін, деді. Құйрық жалы түйілген жиырма құр айғырға мінгізіп, жиырма жігітті жаушы етіп, Қалмақ ханы қазақ ауылына аттандырды. Жиырма жаушының басшысы үстіне құлпы шапан, басына сусар бөрік киген қалмақтардың ең жырынды жігіті Келмембет еді. Қалмақтар астына мінген айғырларын арқыратып келіп, Әзімбай ауылының сыртына тоқтады. Жал құйрығы төгілген асау айғырлар желіден өрген жылқыны көргенде кісінеп, ауыл сыртын азан-қазан етті. Осы кезде Ақ Орданың төрінде отырған Әзімбайға қалмақтардан сөйлеске шақырған хабаршы келді. Мезгілсіз уақытта айғырларын азынатып келген шақырылмаған қонақтарға қарай Әзімбай ықылассыз қозғалды. Ұйқыдан тұрғандай боп, көзін сығырайта әрең ашып ордадан шықты. Елінде қазан ат құрығандай қалмақтардың айғыр мініп келгендеріне ызасы қозды. Екі беті оттай қабынып, кеудесін шалқақ ұстап, сыдыра түймелі қамзолының сыртынан иығына желбегей жамылған қасқыр ішегіне сыймай келе жатты. Келе, нар бурадай шабынып, қалмақтарға тіл қатты. Ертелі кеш шұбырған кедейлер мені көрмесе тұра алмайды түге. Ас ішеді, ат мінеді, аунап-қунап аттанып жатады. Отымның басын бермейді күндіз-түні, деді ол келгендерге қарап. Көп қонақтың бірі боп, Керей ұлы Келмембет киіз ілмес кешқұрым сенде келіп жеткен екенсің бұл жаққа. Жолдастарыңнан таныдым, жөніңді айт, қайырлы болсын сапарың. Әлей болсын, деді Келмембет ат үстінен шалқая шіреніп. Содан соң атының шылбырын жолдасына ұстатып қойып, екі мықынын таянып маңғаздана сөз бастады. Менің неге келгенімді сұрадың ғой, Әзімбай? Айтайын, тыңда. Осыдан кейін Келмембет кеудесін кере түсіп, тақпақтата жөнелді. Көлдегі үйрек қазыңды саусағы алтын сұңқарға ілдірейін деп келдім. Алтайы қызыл түлкіңе қумайымды қосайын деп келдім. Ел қомбаған сазыңа Ақ Орда тігіп, жайлау етейін деп келдім. Уа, бұ не деген сөзің? Деді Әзімбай шамданып. Келмембеттің екі көзі шоқтай жанып, одан сайын екілене түсті. Анықтап айтайын, деді ол миығынан күліп. Айтсам, найза мүйіз, боз бұқа, құнажыныңа көз тікті. Айдаймын деп әуре болсаң, боз бұқаның
ұзын мүйізінің ұшында кетесің. Сенің бағыңдағы иісі аңқыған қызыл алманы менің ханым өткір кездікпен қақ ортасынан тілемдейді. Сенің әлпештеп асыраған аққуыңды ілемдейді. Осы айтқаным болмаса, тұғырға сұңқар қонбаса, қалың қазағың қанжылағанымен рулы елің бүлінеді. Досың жылап, дұшпаның күлетін күн туады. Мен саған осыны айтқалы келдім, Әзімбай. Осылай деп, Келмембет сәл бөгелді. Содан соң сөзін қайтадан жалғады. Мұны ұқпасаң, Әзімбай, тағы да айтайын. Асауыңның мойнына бұғалық салып, тұқыртып тізе бүктіремін. Жуасытып үстіне мінемін. Бағланыңның құйрығын дал-дал еткізіп, азулы арлан бөріме талатамын. Тамағынан тістетіп, қабырғасын күрт-күрт күйреттіремін. Төскейден қашқан түлкіңді ақ сапты болат найзама шанышқызамын. Қойқаңдап жүрген қызыл қырғауылыңды мойнынан шеңгелдетіп, лашын құсқа жүндетемін. Сөйтіп, қызығын көремін. Менің жөнім, келген жұмысым осы, Әзімбай. Енді ұқтың ба? Деді Келмембет, күміс үзеңгіге шірене шалқайып. Оған ілесе жанындағы 20 жігіт және шіренді. 20 айғыр қатарласа тағы кісінеді. Айғырлар арқырап тоқтағаннан кейін Келмембет қайтадан дүгірледі. 7 атасынан бері жалауы жығылмаған қадірлі хан ием барыс патшам Рүстемдей қаһарлы Қараман мені саған жаушы етіп жіберді. Мен қыз бен жігіт арасына жеңгелік міндет атқаруға, күйеу мен ата ортасында құдалық ғұрпын жүргізуге келдім. Ендеше сен маған киіт кигізіп, қамқа тоныңды иығыма жабасың. Қол қусырып, құрдай жорғалап күтесің. Қойыңды көгендеп сойып, қымызыңды судай ағызасың. Сөйтіп, екеуміз құда түсіп, құйрық жесеміз. Бұл тойға сен руыңды шақырма. Өзіміз отырып, оңаша қызықтаймыз. Бар, бүкеңдеп, тез жүгір де, бір үйіңді босатып, жасаулап бізге әзірле. Жігіттеріңді алдымыздан шығарып, атымызды байлат. Тез, жөнел! Тез, жөнел! Деп қарқылдасты Келмембеттің қасындағы жігіттер. Әзімбай не айтарын білмей, мең-зең боп тұрып қалды. Келмембет ашу шақырып: «Сен әлі ұққан жоқсың ба, ей, Милау?» деп қамшы үйіруге ыңғайланды. «Ұққан жоқсың ба не, ей, Милау?» деп жігіттері де едіреңдей бастады. Осы кезде бар сөзді естіп, 5 қаруының бойына асынып, отау сыртында тұрған Алшораз ілгері ұмтылды. 2 иінінен дем алып, ентеле сөйлеп тұрған кім десем, қалмақтың қасқа бектері, Қараман дәудің ерлері екенсіңдер ғой сендер, деді Алшораз жүре сөйлеп келе жатып. Қара тілдің тұлпары, қара сөздің зергері, Келмембет атты би бар деп естуші едік. Сол шешен сен екенсің ғой. Жақсыда жаттық жоқ деген, жасы үлкен аға екенсің. Кел, биеке, алдымен құшақтасып көріселік. Алшораз осылай деп Келмембетке қарай аяңдады. Келмембет Алшораздың тұлғасын көргенде тіксініп қалды. Бірақ мына 20 жігітім тұрғанда бұл маған не істейді деп ойлады. Содан соң ол түбі түскен күбідей кеңкілдеп Алшораздың аға дегеніне разылық білдірді. «Әй, сенің атың кім еді осы?» деді. «Алшораз». Алшораз ба? Алшораз болсаң, қайраты кеудесін кернеген бала жолбарыс пішінді ер екенсің, шырағым. Менің де іздегенім өзің сияқты ер еді. Бірақ сен менімен ерегісуші болма. Егер де ерегістің бар ғой, онда оллахи ондырмаймын. Аспанға бір-ақ атамын. Аясам, топ еткізіп алақаныма қағып аламын. Аямасам,
күлпаршаң шығып жерде жатасың, ұқтың ба? Ал ақылың болса, сен менің ісімді Насырға шаптырмай тез бітіруге тырыс. Сонда сен менің панамда боласың. Мына кең қолтығымның астында жүресің. Келмембет екі қолын ербеңдетіп қайтадан күлді. Басқа қалмақтар да Келмембетті қолпаштап, ат үстінде қопаңдасып тұрды. Ал көріссек, көріселік, кел шырағым, деп Келмембет ат үстінен Алшоразға құшағын жайды. Алшораз жолбарыстай атылып кеп, құрыштай қолы сарт етіп Келмембетті жағадан алды. Түбі кесілген теректей еңкейтіп, көзді ашып жұмғанша ат үстінен аударып алды да, көкпарға тартқан лақтай бақыртып, Әзімбайдың алдына лақтырып жіберді. Андағыға ие бол, әке, деп Алшораз Келмембеттің атына қарғып мініп, қалған 20 жігітпен дереу ұрысқа кірісті. Ол алдымен қылыш суырып, екі нөкердің басын жерге домалатты. Сөйтіп, өзін қоршамақ болған қалмақтарды кейін шегіндірді. Қылыш жетпейтін болған соң, сартылдатып, садақ атып, сілтегенін сеспей қатырды. Сол сәтте бүкіл ауыл тайлы таяғына дейін қалмастан жауға қарап лап қойды. Сойыл, шоқпар, бақан ұстаған еркектер мен әйелдер, кәрілер мен жастар аттылы жаяу қаптап келіп, жан жақтан Келмембеттің нөкерлерін қоршады. Ашуланған ауыл қалмақтың 20 жасауылын тегіс қырып салды. Олардың өлігін бір шұңқырға көміп, үстіне тау етіп тас үйіп тастады. Артынан ол жер қалмақ қырғын аталып кетті. Ертеңінде Алшораз байлауда жатқан Келмембетті ауылдан аулағырақ жерге алып шықты. Жігіттерге жетектетіп, қалмақтың 20 айғырын сол жерге және алып келді. Келмембеттің көзінше айғырларды тегіс піштіріп жылқыға жібертті. Осыдан кейін Алшораз беліндегі қынынан өткір қара кездігін суырып, Келмембетке қарай жақындады. Кеше ғана аспанға атып жіберіп, аясам, алақаныммен қағып аламын деп шіренген Келмембет қу шүберектей бозарып, Алшораздың аяғын құшақтай берді. Тісі тісіне тимей, дір-дір қағып, өлтіре көрме деп жалынды. Бұл айғырды мен пішемін, деп қабыршық оған тұра ұмтылды. Жоқ, қыл шылбырды мойнына салып, асаудың құйрығына байлау керек, деп Қараз оны сирағынан сүйреледі. Көрін қазып тірідей жерге көмейік, деп Дараз үкім айтты. Бұл сөзді естігенде Келмембеттің зәресі одан сайын ұшты. Ағатайлап Әзімбайға өлердей жалынды. Өлтіре көрмеңдер, деп қарымсақ пен сарымсаққа да өтінді. Жан ұшыра сасқалақтап, балаға да бас ұрды. Шыбын жанды қайтсем сақтап қаламын деп безек қақты. Сонда Әзімбай тұрып ұлдарына үн қатты. Бұл да бір ананың ұлы, бір елдің биі, бір ханның уәзірі ғой, өлтірмеңдер. Бұл жақсылықтарыңды білсе, Келмембеттің өзі қайырар, білмесе, ұрпағынан, үрім бұтағынан қайтар. Астына ат мінгізіп босатып жіберіңдер, деді. Келмембет, садаған кетейін ағатай, деп Әзімбайға құлдық ұрды. Содан соң Әзімбай атына мініп ауылына қайтып кетті. Даурыққан ағаларын тоқтатып, Алшораз енді Келмембетке тіл қатты. Келмембет, сен бақ дәулетке мас болып, әбден асып кеттің. Асқандығың сол, сен осы елді қырып жоямын, құртамын дедің. Сонда біздің саған жазығымыз не? Ханыңның алдында халқымыз да ешқандай кінәлі емес еді ғой. Сен бізге қызыңды бер деп қодыраңдайсың. Неге береміз? Не жазығымыз үшін көнеміз? Ұлымызды құл, қызымызды күң етпексің. Оның бола қоймас.
Рас, рас, қаншама қазақ қызы жат елде қорлықта өлді, деп жұрт бастарын шайқасты. Ол соғыстың салдары, жорықтың заңы еді, Келмембет, деп Алшораз сөзін қайтадан сабақтады. Енді, міне, ел аман, жұрт тынышта, тапа-тал түсте келіп, қызыңды бер деп тепсінесің. Сенің ханың біздің қызымызды ханым етіп ешқашанда ұстамайды. Көп қатынның бірі етіп, көп күңнің қатарына қосады. Біз бұл қорлыққа көнбейміз, деп шуласты жұрт. Осыны біле тұра әкіреңдей келуің, асқандығың, Келмембет, ханыңа сәлем айт. Әр халық өз сұлуын өзі сүйеді, өз ұрпағын өзі жалғастырады. Ал қазақта мың асқанға бір тосқан деген сөз бар. Оның бірінші мәнісі мынау. Осылай деп Алшораз қолындағы қара кездікпен Келмембеттің бір құлағын отап алды да орнына күйдіріп құрым киіз бастырды. Сөйтіп Келмембеттің қанын тоқтатты. Екінші белгісі мынау, деп Алшораз Келмембеттің екі танауын кездіктің ұшымен екі рет сетіп қалды. Келмембет лезде сетік танау болып шыға келді. Сенің анау арсыз екі көзіңді де ойып алуыма болатын еді, бірақ келген жолыңмен қайтсын деп оған тимедім. Тәніңе жара салғаныммен жаныңды қалдырдым. Осыған шүкіршілік ет. Осылай деп Алшораз Келмембетті пішілген айғырлардың біріне мінгізіп, еліне қайтарды. Бастан құлақ садақа, тірі жібергеніңе рахмет. Қараман дәуге тапсырған сәлеміңді ит құстан аман барсам толық жеткіземін, деп Келмембет Алшоразға уәде етті. Бұл істің артын Тәңірге тапсырып, жиналған жұрт тегіс үйлеріне тарасты. Олардың орнында шын түйіп Келмембеттің құлағы жатты. Артынан ол жер айғыр пішкен немесе құлақ кескен деп аталып кетті.